1981 жылы 22 қарашада Тегу қаласында дүниеге келген. Оның өмірі туған сәттен бастап үлкен күреске айналды. Нәресте өте әлсіз болып туылғандықтан дәрігерлер оны бір аптада өмір сүре алмайтындығын айтқан. Анасы мен әкесі небәрі 18-19 жастағы жастар болса да, анасы қызының өмірі үшін соңына дейін күреседі. Ғайыптың күшімен аман қалған бүлдіршінге ата-анасы кейінірек ол ес жиғанда ғана туу туралы куәлігін рәсімдеген. Бұл қиындықтар оны ерте сейітті. Анасы оны қатал әрі еркін тәрбиелейді. Актрисаның айтуынша ол кішкентайынан жалғыз тамақ пісіруді, өз мәселелерін өзі шешуді үйренген. Осы жалғыздық сезімі оның болашақтағы суық әрі жұмбақ бейнесінің іргетасы болды. Бастауыш мектепте оқып жүргенде әкесі отбасын тастап кетіп, бар ауыртпалық анасының иығына түседі. Ал кішкентай Сонгхеге мектепте мәнерлеп сырғанаумен кәсіби түрде айналысып, олимпиада шыңдарын армандады. Бірақ 14 жасында мектеп формасы моделі байқауында бас жүлдені иеленуі оның тағдырын күрт өзгертті. Мұз айдынының орнына кино алаңы басты.